Бүгінгі өтетін тақырыбымыздың аты ішінара әдіс туралы түсінік және оның теориялық негіздері. Қоғамымыздағы болып жатқан құбылыстар мен процестерді, өзгерістерді статистикалық зерттеуде тексерілуге алынатын жиынтық бірліктерін қамту дәрежесіне қарай жаппай және жартылай бақылау оның жылдары мен жиі қолданылады және оның өзі зерттеу тәсілдеріне қарай ішінара, жеке ауқымды және жиынтықтың негізгі бөлігі сияқты үш түрге бөлінеді. Біріншісі ішінара бақылау әдісі, екіншісі статистикалық бақылау әдісі, үшіншісі жетілдірілген бақылау әдісі. Ішінара бақылау әдісінің артықшыларына тоқтай кетейік. Артықшылығы ішінара бақылаудың нәтижесі жедел алынады. Бірінші. Екінші, жұмыс күші, материалдық және қаржы ресурстары үнемделеді. Үшіншісі, жіберілген қате бойынша аз болады. Барынша аз болады. Қорытынды көрсеткіштер дәл болады. Осы төрт артықшылығы болады ішінара бақылау әдісінің. Енді ішінара бақылауды іріктеудің әдістері мен тәсілдеріне тоқтаймыз. Негізгі бірінші әдісі, негізгі жиынтықтың ішінара жиынтыққа бірліктерді алу тәсіліне байланысты бақылау екіге бөлінеді. Біріншісі қайталанатын және қайталанбайтын болып. Егер бір рет іріктеп алынған бірлік негізгі жиынтыққа қайта түсетін болса, онда бақылауды қайталанатын бақылау дейміз. Егер іріктеп алынған бірлік негізгі жиынтыққа қайта түспейтін болса, ондай бақылауды қайталанбайтын бақылау дейміз. Ішінара бақылауды іріктеудің әдістері мен тәсілдері. Бірінші, негізгі жиынтықтан бірліктерді іріктеп алудың мынандай әдістерін бөліп қарастырады. Жекелеген іріктеу, ол дегеніміз әрбір бірлік бірінен соң бірі жеке іріктеліп алынады. Екінші, топталған іріктеу, зерттеуге алынған топтың барлық бірліктері толығымен тексеріледі. Үшінші, құрама іріктеу, жекелеген және топталған әдістердің құрамы бірге алынады. Ішінара бақылаудың негізгі мінездемелері, сипаттамалары. Ішінара бақылау, оған біріншісі ішінара бөлік, екіншісі жалпы бөлік, үшіншісі іріктеп алынған, төртіншісі орташа топтастырылған, бесіншісі жалпы орташа деп бөлінеді. Ішінара бақылаудың әдістері мен сипаттамалары. Ішінара бақылау әдісінің теориялық негізін қалаған және әрі қарай дамытқан математиктерді сіздерге айта кетейін. Бірінші, Лаплас, Марков, бұл Ресей және Батыс Европа мемлекеттерінен шыққан ғалымдар. Үшіншісі Гаусс, төртіншісі Пулесов, тағы сол сияқты ғалымдар ішінара бақылау әдісінің теориялық негізін қалаған және әрі қарай дамытқан болып есептеледі. Ішінара бақылаудың әдістері мен тәсілдерін жақсылап түсініп алу үшін мысал келтірейік. Міне көрсетілген кестеде егістік жер көлемін орташа түсімділігі бойынша топтау. Міне үш топқа бөлеміз біз. Мысалы, егістік жердің, бірінші графада егістік жердің орташа түсімділігі бойынша топқа бөлінуі, екінші барлығы, оның ішінде үшінші графада оның ішінде іріктеуге алынғаны. Бірінші топта бірінші көрсеткіш бойынша 14 болса, барлығы 60. Оның ішінен іріктеп алынғаны 8. Екінші топта 15, барлығы 150, іріктеп алынғаны одан 15. Үшінші 16, барлығы 90, оның ішінен іріктеп алынғаны 7. Мысалға,
статистикалық бір мәлімет керек болатын болса, мысал келтірейік, бір фермада 1000 қойы бар болатын болса, біз соның салмағын, қанша салмақта орташа салмағы, қанша жүн береді о қойлар, соны біз анықтауымыз керек. Сондай мәлімет керек бізге. Сол мәліметті алу үшін, мысалы біз 1000 қойды фермадағы, шаруашылықтағы 1000 қойды бірме-бір көріп шығуымыз керек болады. Ол қиын нәрсе, оған уақыт керек, қаржы керек. Сол үшін біз бұл жерде ішінара іріктеу әдісін қолданамыз. Мына жаңа таблицада көрсетілгендей, ішінара әдісі 1000 қойдан 10%-ін аламыз. Мысалға, таблицада сәл көбірек көрсетілген, или азырақ көрсетілген. 1000 қойдан 10%-ін аламыз, сонда 10%-і 1000-ның 100 болады. Іріктеп 100 қойды аламыз. Сол 100 қойдың салмағын көреміз, қанша жүн береді, оны көреміз. Сонда 100 қойда соның нәтижесі, сол 100 қойдан іріктеу нәтижесі қандай болды? Сол шығады. Екіншісі, 1000 қойды біз зерттегенде қандай нәтиже шығады? 10 аламыз формула бойынша. Екеуінің нәтижесін салыстырып көретін болса, минимальный, өте аз санды береді бізге. Сол үшін оның бәрін, 1000 қойды бәрін бірме-бір қарап, оны зерттеп, салмағын өлчеп, қанша жүн беретінін көріп, не қанша, оған көп уақыт, жаңа айттым, көп уақыт керек, көп қаржы керек. Іріктеп, ішінара іріктеу әдісін қолдансақ, 100 қойдан 100 қойды іріктеп алып, жаңағы салмақты, жүнді қанша шығатын аламыз. Сол екеуінің нәтижесі, жаңа айтқанымдай, бірдей болады. Сонда бізге қайсысы тиімді? 1000 қойды бірме-бір көріп шығу тиімді ма? Жоқ, 100 қойды тиімді ма? Конечно, 100 қойды тиімді. Оған уақыт аз кетеді, қаржы аз кетеді, адам да аз кетеді. Сол үшін ішінара бақылау деген осындай статистикалық мәліметтерді алуда жиі қолданылады.